Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бұл біздің мектеп мұражайы. Мұражайымыз алғашқы рет 1989 жылы ашылған болатын. Біздің мұражайымыз көркемдеп безендірген мектеп мұғалімдері. Сонымен қоса, осындағы фотосуреттер, жазба деректер бойынша бағыт-бағдар берген ағаларымыз Ерменбаев, Өзбек, Мансарин ағаларымыз болды. Біздің мұражайымыз бірнеше бөлімнен тұрады. Біздің ауылымыз Қапанбұлақ ауылы. Қапанбұлақ ауылы біз елді мекендермен шектесіп, Түрксіб бойынан өтеді. Сонымен қоса аты аңызға айналған бабалар Боранбай батыр. Ол өзінің батырлығымен және де әділдігімен ерекшеленген екен. Нарбота батыр нағыз батыр қолбасшы. Қалмақтың Қараөлен атты батырын бірден жекпе-жекке жайратқан екен. Және де Бектұрған әулие. Ол кісі өзінің көркемдік қасиеттерімен, әулиелік қасиеттерімен өте халық арасында танымал болған екен. Және де елімізге еңбек сіңірген қоғам қайраткерлері Сапарғали Әлімбетов, Аққан Айтыскер, сорып салмақ сөз шебер екен. Және де Аширбаев ғалым. Ол кісі журналистік білім алып, Қазақстан теледидарында қызмет еткен екен. Мағауия Унисянов. Ол кісі бізде еңбек соғыс ардагері. Және де Өзбек Нұролла. Бізде ол кісі ауыл мектеп жинастырушылардың бірі екен. Омарбаева Дәметкен, Аққан Айтыскер, облысы республикалық жарыстардың жүлдегері. Сонымен қоса қасиетті Қапаным әнінің авторы. Жаңа өмірдің белестері. Сонымен қоса Қандыағар болысында 1919 жылы коллективтендіру өте қызу жүріп жатқан болатын. Сол кезде ауылымыз алғаш болып Қызыл Жұлдыз ауылы болған болатын. Сол кезде де ұйымдастыру жұмыстарын Мадияр Кәкітай басқарған болатын. Және де ауылымыздың алғашқы совхоз орталығы Первомайка ауылы болды. Және де колхозға алғашқы келген ХТС тракторын жүргізген Төлеуғазы Оразбек Төлеуғазы атамыз болған болатын. Сонымен қоса ауылымызды дамытуда зор үлестерін қосқан, қазіргі еңбекке шыққан ағаларымыз да бар. Ең алдымен біз Ағымбаев Қызырхан ағамыз айтуға болады. Ағымбаев Қызырхан 2-3 дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегері екен. Және де Мұсылманқұл Амангелді. Ол кісі бізде спорт шебері болған, және де совхоз директоры болған екен. Ол кісі кім десек, ол кісі және де кейіндері аудандық мәслихаттың депутаты, кейін төрағасы болып сайланған екен. Және де осы орайда біз тағы да осы ауылымызға зор үлестерін қосқан адамдар болды. Соның кісінде тағы да бізде айтып өтілмеген тағы да көптеген кісілер бар. Және де келесі бөліміміз ешкімді ешқашан ұмытылмайды. Бұл бізде Ұлы Отан соғысына, яғни майданға аттанған аталарымыз жайлы. Мен алдымен Шорман біздің ауылымыздан 200-дей жерлесіміз майданға аттанған болатын. Әрине көпшілік оралмады. Ал оралған аталарымыз біздің ауыл шаруашылығын дамытуда зор үлестерін қосып еңбектер атқарған болатын. Соның ішінде Шорман Штыбаев осындағы ауылда туып, Смолсенко облысындағы Рытвине деревнясын жаудан қорғауда қаза болған екен. Ол кісі зеңбірек көздеушісі болған. Кейін Ленин орденімен марапатталған екен. Және де ары қарай жалғастыратын боламын. Ағыбаев қалаған талантты жазушы публицист Баубек Бұлқышевтің майдандас қарулас досы болған. Қайтыс болған Баубекті өз қолымен жерлеген екен. Кейін жазба деректерін планшетін достарына қалдырған екен. Және де Мерген Төлеуғали Әбдібеков. Ол кісі өзінің 10 жасынан бастап өзінің мергендігімен көзге түсіп, 14 жасында еңбекке араласып, кейіндері өзінің арқасында аштық кезінде халықты асыраған екен. Кейін ағасы халық жауға аттанып, әкесінің інісімен Шымкентке көшіп, ары қарай майданға аттанған екен. Майданға аттанған уақытта 350 немістің көзін жойған екен. Міне. Және де осы кісі туралы бұл кісі біздің өзіміздің мұражайымызда да әрқашан біз ол кісіні құрметтейміз. Және де ауыл мақтанышылары мен мектеп түлектері. Біздің ауыл шаруашылығын дамытуда зор үлестерін қосқан ағапайларымыз өте көп. Соның ішінде бізде ғылым кандидаттары, мәдениет қызметкерлері, ғылым профессорлары жатады. Және ғылым докторлары. Сонымен қоса ғылым профессорлары Қуанды, ғылым кандидаттарымыз Зарина Сәрсенбейне, Жармағанбетова, Оразымбекова, Бекқасымова жатады. Осы кісілер бізде Жарманың құрметті азаматтары болады. Және де осы кісілер арқылы біз осы кісілер туралы нақты ақпараттарды біле аламыз. Және де Дәуітов Аманжол, Қазақстан Республикасының мәдениетінің еңбек сіңірген қайраткерлерінің бірі екен. Ол кісі туралы ақпараттарды, осы жерден толық ақпараттарды біле аласыздар. Және де мен қорытынды жасап айтып өтсем,
біз өзіміздің туған өлкеміз туралы тарихымызды, өткенімізді біле отырып, өзіміздің болашаққа мақсат қоя білеміз. Міне, бұл мені отанымды сүюге әрі ғылымға жетелейді. Мен әрқашан өзімнің өткенімді ешқашан ұмытпаймын. Ұлтарақтай болса да, туып өскен жер қымбат, ат төбелетіндей болса да, туып өскен ел қымбат деп қорытындылаймын.